1756-1757 жылдары қазақ пен қазақ халқына қарсы Қытай мен қалмақтың біріккен әскері қазақ жеріне басып кірген. Сонда осы жерден 70 шақырым жерде Ақшауының биігі деген жерде бар. Ақшау тоны. Сол жерде қазақ пен Қытайға қарсы біздің қазақ жасағы ұрыс салған. Қазақ пен Қытайдың көп жасағына. Сол жерде қазақтың Қазымбет деген батыры үлкен ерлік көрсетіп қазақтың туын жықпай сонда ерлік көрсетіп сол батырға мына жерден ескерткіш орнатқан жатыр. Сол батырға мынандай бір жыр шумақтар қалған бұрыннан. Мұрынның тізе берсең маңғазы көп, бей батыр бай бағылан сарбазы көп. Түбінде үш шәулінің өлген екен қазақтың туын жықпай ер Қазымбет. Қош жебе өндіршекке қадалса да Қазымбет тудың сабын жібермеген деп сол батырға міне осы жерде міне әскери қалашықтың алдында сол жастарға үлгі болатындай. Мына Алматы Өскемен трассының бойында, мына жақтан Новосибирск Ташкент темір жолының бойында үлкен сәулеті kesкен ескерткіш орнатқалы жатыр. Мен Нұрқасым Ертіс деген халықаралық қазақ тілі қоғамының Алматы бөлімінен халықаралық Қабанбай қорынан шыққан велошабандозбын. Міне Маңғыстаудан шыққан ағам мен міне Айкөз қаласында кездесіп Үржар жаққа бет алуды жоспарлап осы жерде ағайымыз екеуміз әңгімелесіп тұрмыз. Жолымыз болсын. Жақсы ағайын, жолымыз болсын. Аман болыңыздар. Рахмет. Жұрттарда қалған жұмбақты кімдер шешеді-ай. Аягөз болып ғасырлар алға көшеді-ай. Аягөз арулар елі кешегі-ай. Аягөз арулар елі кешегі-ай. Аягөз деген аядай бұлақ деседі-ай. Жұрттарда қалған жұмбақты кімдер шешеді-ай. Аягөз болып ғасырлар алға көшеді-ай. Аягөз арулар елі кешегі-ай. Аягөз арулар елі кешегі-ай. Мына аттағы Ай өзенінің жағасындағы 5-6 үй кішкентай Ай ауылдық. Бір сағаттай демалдым, салқын су іштім. Шашағанды өз балғары өтіп. Таңертең бастап, кеш бастасаққа 75 километр жерді шақырып. Жақсы күнде болады.
Опа! Кеттік айда. Қоғам қайраткері Ахмет Байтұрсыновтың 150 жылдығының қарсаңында үлкен велопробег өткізіліп отыр. Енді оны өздеріңіз білесіздер, осында келіп отырған мына бүгінгі қатысып отырған велопробегке қатысып мына мұрындық болып осыған меценат болып отырған біздің Үржар ауданының құрметті азаматы Усман Кәрімұлы Шалабаевқа ризашылығымды білдіремін. Сізге көп рахмет. Құсеке, мына азаматтарды алып келіп жатсыздар. Қазір енді Қабанбай ескерткішіне барамыз бабамыздың, өзіңіз салып берген. Одан ары қарай Мақаншыға жол жүреді. Бұл енді біздің мына Үржар халқына, Мақаншы Таскескен өңіріне үлкен рух береді. Қандай қиын қыстау кезде өзіңіз қолдап жүрдіңіздер. Мына ой экспедицияға сәттілік тілеймін баршаңызға бәріне. Негізі мұны ойлаймын, бұл негізі мына халықтың береке бірлігіне шақырады, ынтымақтыққа шақырады деп мына біздің Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Кемелұлы айтқанда, жаңа Қазақстан жаңарумен жаңарту деген біздің басты құндылықтарымызды насихаттау, осы жұмыстар біздің ауданымызда жүріп жатыр. Мына біздің жерлестеріміз шетте жүріп жатқан мына Усман Кәрімұлы Шалабаев деген сияқты азаматтардың арқасында міне бүгін осындай ауданымызға велопробег келіп қалды. Бәріміз ризашылығымызды білдіреміз. Рахмет. Ары қарай жолдарыңыз болсын. Біздің енді халық күтіп отыр. Ары қарай жалғастырайық осыны. Рахмет сіздерге бәріне. Үржар қақпасынан бастаймыз. Ауылдың ішіне кіреміз. Бұл жерде күтіп отырмыз. Қадірменді аудан қонақтары, бүгін біздің ауданымызда үлкен мереке, тарихи сәт. Бүгін енді өздеріңіз көріп отырсыздар, Қабанбай бабамыздың ескерткішінің жанында үлкен
іс-шара өтіп жатыр. Веломарафоншылар келіп жатыр біздің ауданымызға. Осы іс-шараның өзі, мен ойлаймын, мына біздің Қабанбай бабамыздың рухы қолдасын деп өткізіліп отырған үлкен игі іс-шара. Бұл іс-шараға мұрындық болып отырған біздің ауданымыздың жерлесіміз, ауданымыздың құрметті азаматы, белгілі меценат Құсман Шалабаев деген азамат келіп отыр. Құрметті қол шапалақта қояйық Алматы қаласынан. Былтыр ғана құрметті жерлестер, 30 жылдығын атап өткен тәуелсіздігіміздің арқасында сол азаттық үшін, қазақ елінің бостандығы үшін ғасырлар бойы күрескен батыр бабаларымыздың рухына бас иіп, ұрпағымызға танытуға, үлгі етуге мүмкіндік алды. Қазақтың ұлтарақта жерін жатқа бермеймін, жауға бастырмаймын, еркін елінде ешкімге бодан етпеймін деп бел шешпей күрескен батыр бабамыз Қаракерей Қабанбай екені баршаға мәлім. Біздің қасиетті жерімізде батырдың ат тұяғының табы жатыр, өлкемізде ұрпақтары өсіп өніп отыр. Құрметті жерлестер, бүгін ауданымызға ат басын тіреп отырған веломарафоншыларымыз Ертіс Нұрқасым Аягөз ауданының тумасы, Ақтау Мұстау велосапарының қатысушы Рабин Борашевқа, Маңғыстау облысының тумасы және осы велосапардың ұйымдастырылуына демеуші болған жерлесіміз Құсман Кәрімұлы Шалабаевқа аудан тұрғындары атынан ризашылығымызды білдіреміз. Кешегі жаугершілік заманда еліне қорған болған Қабанбай батыр бабамыздың 330 жылдығына, ақын қоғам қайраткер Ахмет Байтұрсынұлының 150 жылдығына және Абай облысының құрылуына арналған веломарафонның ұйымдастырылуы аудан үшін үлкен маңызды шара. Өткенсіз болашақ жоқ. Ұрпағымыз өз елінің тарихын, белгілі тұлғаларын біліп өсуі керек, үлгі етіп, қадірлеп, қастерлей білу керек. Құрметті жерлестер, ардақты ағайын, веломарафоншыларымызды аудан орталығында Қабанбай батырдың ескерткіші алдында қарсы алуымыздың өзі зор символикалық мағынаға ие. Қазақтың басын біріктіремін, бірлігін нығайтамын, айбынын арттырамын деген баба өсиетіне лайықты болайық. Берекеміз бен бірлігіміз нығая берсін. Веломарафоншыларымызға сәттілік тілейік. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын, құрметті жерлестер. Халықаралық Қабанбай қоры және Қазақ тілі қоғамының төрағасы Құсман Шалабаев ұйымдастырған бұл бағыт Қаракерей Қабанбай батырдың 330 жылдығы мен Ахмет Байтұрсыновтың 150 жылдығына Абай облысының құрылу құрметіне арналып отыр. Қошемет көрсетіп отырайық. Құрметті жерлестер, құрметті спортшылар, құрметті жерлесіміз, белгілі меценат, веломарафоншылардың демеушісі Құсман Кәрімұлы Шалабаев ағамыз шақырамыз. Құрметті жерлестер, енді мына Құсман Кәрімұлы Шалабаевты білмейтін адам жоқ. Бүгінгі күні Алматы қаласында қоғамдастықтың мүшесі, біздің бабамыз Қабанбай қорының төрағасы, біздің жанашырымыз. Сонау 2 жылдың ішінде мына індет болғанда осы жанашыр болған, бірінші жанашыр болған осы Құсман Кәрімұлы болатын. Бүгінгі күні де міне үлкен іс-шара өткізіп жатыр. Ризашылығымызды білдіреміз. Былтыр енді алдыңғы жылдары келе алмады, жұмыстары көп болды, індет болды. Біз енді былтыр тәуелсіздігіміздің 30 жылдығын атап өтіп, өздеріңіз білесіздер, абырой төс белгісі медалін осылай тағайындағанбыз. Сіздердің аттарыңыздан, құрметті жерлестер, Ұржар жұртшылығы Мақаншы Таскен өлкесінің артынан осы марапатты ұсынуға рұқсат етіңіздер. Күлемде көп аунайма, көп күлем, маңдайымнан сыйпап өткен самалды, қазағымны алақанау деп білем. Қайда көрсем ата мемлекет көкейіңді. Мұна дауыстың иесі біздің ортамызда. Ардақты ағайын, енді бүгін осындай нағыз азаматтардың дауысын еститін боламыз. Бүгін Талғат ағамыз Күзембаев гимннің орындаушысы осында қазір бір тамаша ән салады. Күннің өзі ұясына қимай онай бата деп. Қошемет! Жасыл жайлау көкті көлдеп, көп күлем, көп күлемде, көп аунайма, көп күлем.
Құрметті Құсман Кәрімұлы, сізге Қаракерей Қабанбай батырдың 330 жылдығы, Ахмет Байтұрсынұлының 150 жылдығы және Абай облысының құрылуына орай велошеру ұйымдастырып, бабаларымыздың ерлігі мен тарихымызды насихаттауға қосып жүрген үлесіңіз үшін алғысымды білдіремін. Күш жігеріңіз алдағы уақытта ел игілігі үшін игі істер жасауға бағытталуына сенімдемін. Сізге зор денсаулық, отбасыңызға амандық, еңбегіңізге табыс тілеймін. Үржар ауданының әкімі Нұржан Тілеужанұлы Тоқсейітов. Сәулесі қазағыма махаббат ау деп білем. Қайда берсең ватан екен, көкейіңде жатады екен. Бүгінгі күн барлығымызға қайырлы күн болсын. Сіздерге жерлес ретінде, сіздерге біреуге аға, іні, әке, ата ретінде барлықтарыңызға осы алғысымды білдіремін. Бұл вело экспедициямыз мен үшін емес, кешегі біз үшін, осы ұрпақ үшін, сіздер үшін, әлі болашақ қаншама біздің ұрпақтарымыз бар. Алла жазса, солардың өмірін, солардың жалғасын жасау үшін сол кешегі біздің Қабанбай бастаған батыр бабамыздың қасында үзеңгілес болған қазақтың қаншама батыр ұлдары бірге жүрді. Осылардың, сол кісілердің барлығы осы сіздер үшін, біздер үшін өздерінің өмірін қиды. Ал енді біз соларды ұлықтамасақ, біз соларды дәріптемесек, онда біздің бүгінгі аманат арқалап жүрдік деп айтуымыздың өзі ыңғайсыз болады. Сондықтан мынау Ахмет Байтұрсынов ағамыз осы тіл кетсе ел кетеді. Сондықтан тіліміз үшін сол өзінің өмірін қиған. Екінші, мынау үшінші, көптен күткен біздің Абай облысы. Абай облысы міне өзінің қазығын, туын көтеріп, Абай облысы деген атаққа ие болуымыз. Құрметті атақ, ол біз қаншама жыл күттік. Сондықтан осындай қуаныштың басы қасында үндемей қалуға біз мүмкін емес. Сондықтан осының барлығы, осындай әңгіменің, жүріс-тұрыстың барлығы осы ұрпақ үшін, жастар үшін, болашақ келе жатқан біздің ұл қыздарымыз үшін. Осылар көрсін, осылар осыдан бір сабақ, мектеп алсын деп, сондай бір оймен осындай жүрісті жасап отырмыз. Мынау Ертіс бауырымызға, мына Маңғыстаудан келген өзіміздің құрдасымыздар екеніне, сондықтан бұларға үлкен алғысымды білдіремін. Бұл кісілердің еңбегі, бұл кісілердің жүрегі, енді бұған әркім бара бермейді. Әрине осындай машиналар бар, түрлі көліктер бар. Сонымен ғана зыр етіп өте шығуына да болар еді. Бірақ ол қызығы жоқты, оның еңбектің нәтижесі көрінбейді. Сондықтан сіздерге үлкен рахмет, үлкен басымды иемін, алғыс айтамын. Енді бұл кісілердің жаңа негізі жоспарды алдынан айтпайды дейді. Бірақ енді жоспарлап отыр. Аяқ асты мына Ертіс бауырымыз негізі спортқа, осындай велосипедке ешқандай бұрын соңды байланысы жоқ. Дегенмен де жүрегі үлкен, бабамыздың рухы бойында бар. Соның арқасында осы 1000 километрді міне өтіп шықты. Енді бұл кісілердің жоспары Монғолияға бару, онан қалса Қажыға бару. Кеше біздің бабаларымыз атпен жүрді, осындай бүткіл әлемді шарлады. Ыстық, суық, қар, мұз, боран, жел деп қарамай. Неге біз сол ұрпақтың тұқымы, біз ұрпақ екенімізді көрсете алмаспыз деген оймен осындай менен бұл кісілерге үлкен рахметімізді айтамыз. Сапарларыңыз сәтті болсын, дендеріңізге саулық тілейміз, амандық тілейміз. Әр уақыт осылай елдің алдында, елдің осылай қошеметінде жүре беріңіздер. Құрметіне арналған веломарафонға қатысушы Ертіс Нұрқасым марапатталады. Құрметті Ертіс Нұрқасым, сізге Қаракерей Қабанбай батырдың 330 жылдығы, Ахмет Байтұрсынұлының 150 жылдығы және Абай облысының құрылуына орай велошеруге қатысып, бабаларымыздың ерлігі мен тарихымызды насихаттауға қосып жүрген үлесіңіз үшін алғысымды білдіремін. Күш жігеріңіз алдағы уақытта ел игілігі үшін игі істер жасауға бағытталатынына сенімдемін. Сізге зор денсаулық, отбасыңызға амандық, еңбегіңізге табыс тілеймін. Үржар ауданының әкімі Нұржан Тілеужанұлы Тоқсейітов.
Қошемет құрметті Аққұсым, сен сондай тәттісің, бұйыртқан бақтышың киелі жерім. Өр жөрдеп ән салам, мақтанып қамсанам, әлемге жар салам, сүйем сені. Құрметті Раббим Борашев марапатталады. Тарихы бар терең тарбағатай көне, толқынын аспанға Ақтау мұзтау атты велосапарға қатысқан веломарафоншы Раббим Борашев. Әсет болдың, қанша ақын батыр шыққан тары жер. Асырса төсіңде еркелеймін туған жер, жанымнан да қымбатсың сен туған ер. Алғаш рет Қабанбай бабамыздың жерінде елді тура ескерткіштің алдында бүгін тұсауы кесіледі. Қошемет ағайын. Ақтабан заманда қарасор, аңсап ел батырдың ұрпағын, бағына қазақтың батыр бол. Қабанбай атанды, ерлеген елінің аттырып, жанымен қорғады отанды. Електен күшімен, айзаның ұшымен, жеңгенер жауымен жекпе-жекті, тұлпармен қу басат, қол бастап туыстап, атары аспандап елге жетті. Қолдай бер әліңе, күш қуат дәріңе, Қабанбай рухы, Қабанбай рухы, Қабанбай ұрысын, ерліктің ұрысын, қазақтық туысын, қазақтың рухы. Қабанбай дарабоз дарашын, хан батыр байрақты бабасын, қылыштың жүзімен қорғады, туған жер қазақтың даласын. Ұмытпай ұлықтап еңселі, орнаттық ескерткіш еңселі, ерлігін елге аян қолдашы, ұмытпай дорбаған ел сені. Електің күшімен, айзаның ұшымен, жеңгенер жауымен жекпе-жекті, тұлпармен қу басат, қол бастап туыстап, атары аспандап елге жетті. Қолдай бер әліге, күш қуат дәріңе, Қабанбай рухы, Қабанбай рухы, Қабанбай ұлысын, ерліктің ұрысын, қазақтық туысын, қазақтың рухы. Ай, бәрекелді. Айзаның ұшымен, жеңгенер жауымен жекпе-жекті, тұлпармен қу басат, қол бастап туыстап, атары аспандап елге жетті. Қолдай бер әліге, күш қуат дәріңе, Қабанбай рухы, Қабанбай рухы, Қабанбай ұлысын, ерліктің ұрысын, қазақтық туысын, қазақтың рухы. Бәрекелді. Атымды атаса, соны қолдап жебеймін деген екен. Бабалардың аруағы қолдап жүрсін ардақты ағайын. Ассаламағалейкум әрумес. Мына бүгінгі жиын құтты болсын. Әдемі бір ортада келіп, біздерді мынандай қылып күтіп алып жатыр. Мен анау Маңғыстау облысынан мына қазақтың ең биік тауының біреуі Төр Алтайға барып, төмен қарай түсіп келе жатқанымда осы жердегі мына Мәулет ағамыз
ертіс бауырыңмен бірге жүріп өт деп Құсекең бар, оны қолдап отқан. Мына аудан әкімі Нұреке, мен өзіме бір риза болып тұрғаным қазір. Біз 60-шы жылдары әлі аттан түскен жоқ екенбіз. Мен мынау Торау Маңғыстаудан бері қарай диагоналмен кесіп өттім. Мына жерде әкім осы 60-шы жыл. Мына жерде менің құрдасым мінекей. Ол кез келген кәсіпкердің қолынан миллионмен мынандай шаруа жасай алады. Бірақ жаңағыдай қылып рухты ән айта алмайды. Мен көзімнен жас келді. Бұған да рахмет. Мәслихаттың хатшысы, бұл да 60-шы жыл екен. Оған біріншіден мен қуанып тұрмын. Екіншіден, мен 40 жылдан бері осы Найман еліне күйеумін. Бірақ мынандай болып, бірінші рет мынандай құрмет грамотасын алып тұр екенмін. Бұған да қуанып тұрмын. Үшіншіден, енді Найман елі қандай батыр ел болса, адайларды да білесіңдер ғой. Мен де батыр елдің ұрпағымын, бірақ Қаракерей Қабанбай маған ерекше батыр. Себебі ол қан батыры деген атақты алмаған ешкім одан басқа. Соның 330 жылдығына Қабанбай маған бөтен емес. Менің немеремнің аты Ерасыл емес, Қабанбай. Қазір жасы 10-да. Бөкенбайұлы Қабанбай Раббим деген фамилиясы. Міне осы да мені бірімен жақындасады. Қабанбай туралы талай кітаптар оқыдым, талай энциклопедия аштым. Қаракерей Қабанбайдың келіншегі әйелі Малайсарының қарындасы Гаухар. Ол жау қаптаған кезде қызын азымдыра ертіп шығады екен. Сол Қабанбай атам сияқты мен де қасыма өзімнің осы сіздердің ауылдың қызы Катонның тумасы Айзадамды ертіп келдім, Қабанбай батыр ұстап. Қасымда сендердің жиендерің данышпан әне суретке түсіріп тұр. Міне сол сияқты Қабанбайдың ерлігін тағы бір өзім жүріп өттім деп, мені осындай ортаға шақырған үшін, бірге болғаным үшін, әлде де баратын жолдарымда бірге мені құрмет көрсеткендерің үшін халыққа мыңнан бір рахмет. Қазақ рухы мықты, қазақ өлмейді. Мынандай азаматтары тұрғанда бір-бірімізді қолдап, ол біздің қазақтығымыз. Кез келген шетелдік бізге не үшін келеді? Осындай біздің көңіліміздің ашық екені үшін келеді. Ал бәрі құтты болсын, мана бір идея лақтырдым мен, әкім мырза қабыл алған шығар. Мына Францияда Тур де Франс деген болады екен. Соған бәрі туристер келіп әдейілеп қарайды екен. Ал сіздердің жолдарыңыз Тур де Франс сияқты болсын. Тур де Үржар, я болмаса Тур де Қабанбай деген тур жалғаса берсін. Жездемен тағы бірі күйеу болар, күйеуің жақсы болса сүйеу болар. Жезденің ең жақсы әкемен тең жығылып қисайғанда тіреу болар дейді атам қазақ. Жиен қайда біздің? Қайда тұр? Өсіп-өнер жұртыма өріс болған жиенім, айқасқанда жауыңмен жеңісті алған жиенім, елдігінде білемін, кеңдігінде білемін, жиендерім, қош келдің деп қарсы алатын қазақпыз ардақты ағайын. Қазақ айтады, бүркіт тапқан таянған жан-жағына шашып жейді дейді, сұңқар құс. Қарға астына басып жейді дейді. Мысалы, мына менің Құсман енім сияқты байлар бар ғой, Құсманды екі орайтын байлар бар Мақаншыда. 500 сиырым бар, 1000 жылқым бар дейді. Соның бірі осында ішке барған жоқ. Қаладағы аз табысымен отырып, міне Құсман Шаламай Кәрімұлы мынандай ерлікке бар, осындайды бүкіл халыққа Қабанбайдың кім екенін ұлықтау үшін жаңағы Турда Үржар деген марафон өткізіп отыр. Ал енді Қабанбайды айта кетейін. Қабанбай 59 жыл ер тоқым жастанып, жар орнына найза құшақтап, аттан түспей, осы байлықты, осы теңдікті, осы біздің жүрген жүрсізбен ана джиппенен Мерседесті мінгізіп кетті. Сондықтан Қабанбайдың бір тамшы теріне бүкіл біз қазақ қарызбыз. Ұлы бабамыз Қақан күлтегін билепті, төртаға сөз айтады. Дün ұйықтамадым, дün қаттым, күн ұйықтамадым, күн қаттым, қара қазан сарбаланың қамышын дейді. Міне, осы ұраны менен біздің атат бабамыз әлі келе жатыр. Кішік жүз адаймын деген жоқ. Орта жүздің баласануды екеуі бір жерде тұр. Кеше Қазбек Төлеби жаңағы Айтеке би сияқты. Сол береке бірлігіміз арта берсін. Барлығыңызға мыңда бір рахмет. Қабанбай
басқанда ата жұртты қара тұман, бар едің бар қазақтан жаратылған. Қаңсырап жатқан кезде қайраған елім, қайраған кек отынан жаратылған. Атаға даңқаның мәңгі алынбас, қамалай келеді ұрпақ, саған теңдес таба алмай. Бар қазақтың арнағамызы ару ағай, асыл туған ата бабам қабанбай, 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 аруағыңнан ай. Сабырдан жету үшін сары алтынға керек ақ бір өзіңдей дара толығай. Көтерер ақ туыңды дүрілдетіп, шақырып бар қазақты жарасымын қай. Атаға даңқан мәңгі алынбас, қамалдай келеді ұрпақ, саған теңдес таба алмай. Бар қазақтың арнағамызы ару ағай, асыл туған ата бабам қабанбай, 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 аруағыңнан ай. Сен қазақсың, ұлы дала тоғыры, күмбір-күмбір күрескерлік ғұмыры, тірескеннің дірілдеткен тізесін, тұлпарының тұяғының дүбірі. Сен қазақсың, алынбайтын барысың, ар-ожданның асқағысың, намыссың. Тарихыңмен танысқысы келгендер, тағдырыңмен танысқысы келгендер тасқа басқан тарихыңмен таныссын. Ұлы қазақтың ұлы дүбірлі тойы құтты болсын ағайын.